Індет кезінде ауырып жатқан адамның талайынан, осыдан орнынан тұрайын, басқаша өмір сүремін дегенді естідім. Бұл сөзді өмір мен өлім арасында жатқанда сіз де айтқан боларсыз. Сауығып орныңыздан тұрдыңыз ба? Ендеше бұны дұрыс өмір сүруге берілген бір мүмкіндік деп қабылдаңыз. Олай болса, қиналып жатқанда жаратушыға жалбарынып берген уәдеңізде тұрыңыз. Бұрынғыдан басқаша өмір сүруді бастаңыз. Әр уақыт сайын өміріңізге пайдасы тиер видеоларды көріп тұру үшін жаңа ашылған каналымызға қолдау ретінде жазылып, лайк басып кетуіңізді шын жүректен тілеймін. Олай болса, өміріңізді өзгертетін нақты 4 қадам. Бірінші қадам, ең алдымен иманды болуға өзіңізді тәрбиелеңіз. Өйткені иманыңыз бұл өмірде ғана емес, о дүниеде де серік болады. Иманды болу, иман немесе тақуа адам болу емес, әдепті болу. Хазіреті Мәулана Джалалхадин Румиден бір шәкірті иманды адам қандай болады? Иман деген не деп сұраған екен. Сонда Руми, жүрегіме қарап, иман не деп сұрадым. Жүрегім әдеп деп үн қатты деп жауап беріпті. Адамның әдептілігі ең бірінші оның сөзінен байқалады. Балапыт балағаттармен сөз арасын былғауды доғарыңыз. Тілдік қорыңызды паразит сөздерден тазалаңыз. Күнделікті аузыңыздан шығатын сөздеріңізді сүзгіден өткізіп отыруға дағдыланыңыз. Әдепті болудың ең бірінші шарты жақсы сөйлеңіз, немесе үндемеңіз. Ал психологлар адамның сөзі өзгермейінше, әдеті мен мінезі де өмірде өзгермейді дейді. Олай болса, дұрыс өмір сүруді дұрыс сөйлеуден бастаңыз. Екінші қадам, ұлы қаламгер Мұхтар Әуезов қай істің болсын өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан кейін күш керек, одан соң тәртіп керек деген. Өмірді тәртіпке келтірудің бір қадамы салауатты өмір салтына көшуден басталады. Кішкентай ғана шыбын жаныңызды өлімнен алып қалған дәрі емес, ағзаңыз. Ағзаңыздың қорғаныс қабілеті екенін ешқашан естен шығармаңыз. Ауырған кезіңізде бар күш қуатын салып, вирустармен күрескен ағзаңыздың еңбегін бағалап, оны құрметтеңіз. Ал құрметтеу зиянды химикаттармен, спиртті ішімдіктермен және темекімен уламау, ауыр салмақпен қинамау, қарынды кере тамақтануда, ұйықтарда асқазанды тағаммен толтыруда ағзаны азаптау екенін есте ұстаңыз. Ағзаңыз ұнатпайтын тағамдардан бас тартыңыз. Түнде тамақ ішуді тоқтатыңыз. Суды көбірек ішіңіз. Жеңіл дене жаттығуларын жасауды немесе жүгіруді қолға алыңыз. Табиғат аясында серуендеңіз. Күн сайын душ қабылдауды әдетке айналдырыңыз. Есте сақтаңыз, дұрыс өмір сүруді бастау үшін тамақтану мен ұйқы тәртібі және дене тәртібі де дұрысталуы қажет. Әйтпесе бәрі бекер. Үшінші қадам, ешкімге зияныңызды тигізбеңіз. Зиян тигізбеу, өзгенің тыныштығын бұзбау, уайымға салмау, жүйкесін тоздырмау, ашуландырмау, қарғыс айттырмау. Бұны өз отбасыңыздан, ата-анаңызбен, бауырларыңыздан бастаңыз. Ол үшін бірінші бойдағы жаман әдеттерден құтылу керек. Мысалы, күйеуі үйге сыра ішіп келген күні басқалар түнді ұйқысыз, уаймен өткізеді. Немесе ойланбастан қарыз ала беретін болсаңыз, оны уақытылы қайтармағаныңыз үшін басқалар ашуланады. Күте-күте жүйкесі тозады. Осы секілді өз өміріңізге ғана емес, айналадағы жандарға да зардабы кесірі тиіп жүрген жаман әдеттеріңіз болса, ертерек құтылыңыз. Төртінші қадам, дұрыс өмір сүруді бастаудың тағы бір шарты бұрынғы қателіктерді қайталамау. Ойланып көріңізші, қай жағымсыз нәрсе сіздің өміріңізде қайталана берді. Мысалы, бірінші достарыңыз, ағайын туысқан, сен мен туралы не дегенсің? Пәленше түгілен деп айтыпсың ғой деп, үнемі басыңыз дауға қалып жүреме. Онда біреудің сөзін келесі адамға жеткізуді, өсек айтуды, ғайбаттап жатқандардың сөзіне қосылуды доғарыңыз. Екінші, қарыздарын сұрап келетінде шаршаттым ма? Есіңізде болсын, көп табыс табатын адам емес, үнемдеп жұмсайтын адам бай болады. Кіріс пен шығысқа есеп жүргізіп отырыңыз. Қарыздарыңыздан түгел құтылмайынша жаңа бұйым, киім, телефон тағы басқа сатып алуды тоқтата тұрыңыз. Қарызыңыз бола тұра тағы да қарыз алу әдетінен арылыңыз. Есте сақтаңыз, ең алдымен қателіктеріңізді мойындаңыз. Өз қателігін мойындаған адам
оны түзеудің жолдарын, мүмкіндіктерді көре алады. Қателігін мойындамайынша адамның көзі соқыр, құлағы керең болады дейді психолог мамандар. Әрине, өмірді басынан бастай алмайсыз, бірақ оны басқаша өмір сүріп жалғастыруға болады. Бұрынғы өмір сүру дағдысын өзгерту үшін осы 4-ақ қадамды жасасаңыз болғаны. Дұрыс өмір сүруге қадамды бүгін бастаңыз. Осы орайда сіздерге сөзім дәлелді болу үшін өмірден алынған нақты бір уақиғамен бөлісіп өтейін. Бірде гүл сатушы қыз қолындағы раушан гүлдерін түгел сатып болған соң үйіне қайтуға қамданады. Қараса, себеттің түбінде бір тал раушан гүлі қалып қойған екен. Гүл сатушы қыз ойланбастан жолдың қарсы бетіндегі күні бойы қайталап отыратын лемшіге осы соңғы гүлді сыйлап өз жөніне кете барыпты. Қайыршы аң-таң, ол адам болып дүние есігін ашқаннан бүгінге дейін бері мұндай жағдайға жолықпаған. Жолықта көрмеген түгілі. Қор қызындай арудың өзіне гүл сыйлайтынын өш ұйықтаса да армандамағанда. Бұл жағдай қайыршыға ерекше әсер етеді. Ол өмірінде біреуді сыйлап, алақанында аялап, шынайы сүйіп көрмеген еді. Сол үшін де өзгенің өзін сүйіп, аялауынан үміттенбейтін. Ол бүгінгі оқиғаны іштей ғажайыпқа балады. Гүлді қолына алып, қуанышы қойнына сыймай, қала маңындағы аядай лашығына қарай аяңдады. Үйіне келген соң сынық құмыра тауып, оған су толтырып, гүлді салып қойды. Ол үн-түнсіз гүлге ұзақ қарап отырды. Өзі жаңа ғана тауып алған лас құмыраның әдемі гүлдің сәнін кетіріп тұрғанына ашуланды. Кенет орнынан тұрып, әлгі құмыраны жуып тазалап, мөп-мөлдір су қойып, гүлді қайта салады. Ол іштей мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады екен. Міне, мен оны жуып тазалап қойдым, деп масаттанады. Қайыршы әсем гүлге тағы құмыраға қарап отырады да, ол ақырын қозғалып келіп, гүл құмырасы тұрған үстелді қолмен сипап көріп еді, шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстелде лайықты емес деп ойлап, үстелді де жуып айнада етіп қояды. Гүлге құмарта қараған сайын, таза үстел мен нарттай қызыл раушан салынып тұрған мөп-мөлдір құмыраға мына балыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан күткесін жинастырып, шан сүртіп тазалап әбігерге түсті. Тап-таза етіп жинағаннан соң өзінің үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылулық еніп, жайлылық орнағанын байқады. Алғаш рет жайлы өмірдің адам жанына осыншама қуаныш сыйлап, бақытқа бөлейтінін сезінді. Ол бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің ұсқынсыз кейпін көрді. Шашы өскен, киімінің алба-жұлбасы шыққан, үсті-басы лас, денесінен жағымсыз иіс мүңкіп тұр. Қызыл шырайға бөленген раушан гүліне, таза үстелге, монтоздай етіп жиналған лашыққа өзінің осынау ұсқынсыз түрінің мүлдем келіспейтінін тағы байқады. Дереу осы күнге дейін қайталап тапқанын алып жуынуға кетті. Жұқа болса да таза киім сатып алды. Сақал мұртын қырды, шашын тарап ретке келтірді. Өмірінде дәл бүгінгідей рақаттанып көрмеген шығар. Киімдерді үстіне өзжеп жатып, айнадан мүлде басқа адамды, жастық оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Сосын, мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек, деп өзінен сұрады. Ол өмірінде бірінші рет өзіне осындай сұрақ қойып тұрса керек. Жігіттің рухы әп-сәтте көтеріліп шыға келді. Ол үйіне келіп, мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза пейілмен сүйсіне қарады. Екінші күннен бастап қайыршылықтан бас тартып, басқа жұмыс істеуге кірісті. Жол болғыш екен, жайлы жұмыста табыла кетті. Күндер зулап, жылдар жылжып жатты. Кешегі қайыршылықпен күн кешкен өмірі артта қалды. Қажырлы еңбегі мен алға қойған мақсатының арқасында мол табысқа кенелді. Үлкен компанияға тұрып, қалталылар қатарына қосылды. Адам жас күнде өз ішкі әлемдегі түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден мақрұм қалмауы керек. Сол үшін де өзіңізге кішкентай өзгеріс жасаңыз. Сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз де өзгереді.
Өміріңіздегі барлық мүмкіндікке қол жеткізу тек өзіңізге ғана байланысты. Басыңыздан айырылмайтын қиындық пен кедергілер үшін ешкім кінәлі емес. Өмірдің дұрыс бағытын таңдау да өз қолыңызда. Бүгіннен бастап өмірге өзгеше көзқараспен қараңыз. Өмірді өзгерту өзіңізден басталады. Тек соған кішкентай мейірімділік себепші болу керек. Мейірімді болсаңыз, егер раушан гүлін тапқан болсаңыз, оны басқаларға да сыйлаңыз.